иә серпілген сауал арқылы бір-бірімізге сұрақ, топ бір-бірімізге сұрақ беріп, жауап ала қояйық тезірек. Палетка әдісі дегеніміз карта бойынша әдістері. Географиялық құралдар: курвиметр, палетка, транспортир және планиметр. Курвиметр латынның иілу деген сөзінен алынған, яғни карта, план және сызба бетіндегі ирек, иілген сызықтар бойымен қашықтықты анықтайтын құрал. Планиметр аудан өлшемін алу планиметр көмегімен жүргізіледі. Ол өзара жалғасқан екі тіректен тұрады. Оның біреуінің басы қозғалыссыз болса, екінші басынан қажетті нысанды айнала қозғалатын ине орнатылған. Нысанды толықтай айналып өткен кезде есептегіш құрал бетіне сан көрсеткіші жазылады. Палетка тең шаршыларға бөлінген мөлдір пластина. Карта бойынша аудан өлшемін алудың кең қолданылатын ең қарапайым жолы палетка әдісі. Заманауи картографиялық әдістер: электронды карталар, картографиялық анимациялар, географиялық ақпараттық жүйе. Электронды карта түрлі деңгейдегі бағдарламалар мен техникалық құралдар көмегімен қолданыстағы шартты белгілер жүйесін тиімді пайдалану және осы кезге дейін жинақталған ақпараттарды жетілдіру арқылы жасалатын сандық карта. Электронды карталардың қағаз нұсқадан басты айырмашылығы кез келген жергілікті жер туралы жинақталған ақпараттарды нақты уақыт жағдайында түрлі деңгейлік дәрежеде өңдеу, кейбір ақпараттарға жаңа өзгертулер енгізу, олар туралы анықтамалық мәліметтерді есептеулер жүргізу сияқты мүмкіндік береді. Картографиялық жүйедегі түрлі өзгерістерді түсінуге қажетті жағдай жасап отырған әдістің бірі картографиялық анимация. Ол белсенді қозғалмалы карта кадрлардың белгілі бір ретпен айналысқа түсіп, түрлі құбылыстардың ерекше қозғалыстарын сезіне алуға мүмкіндік береді. Түрлі көріністердің қозғалуын бейнелейтін технология мен әдіс тәсілдердің көптеген бағдарламалары құрастырылған. Түрлі көріністердің қозғалуын бейнелейтін технология мен әдіс тәсілдердің көптеген бағдарламалары құрастырылған. Бүгінгі таңда картографиялық анимацияның алуан түрлі варианттары мен комбинацияларын қамтамасыз ететін модульдер жиынтығынан құралған арнаулы компьютерлік бағдарламалар топтамасы жасалынған. Осы бағдарламалар арқылы экран бойымен карталарды қозғалту, карта кадрларды немесе үш өлшемді бейнелерді ауыстыру, карта бетімен оның мазмұнындағы жекелеген элементтерді қозғалту сияқты әрекеттерді жүзеге асыруға болады. Анимациялық көрсетілімдердің қалыпты Жоғарыда атап көрсетілген барлық озық технологиялар мен тенденцияларды тиімді пайдалану нәтижелері 21 ғасырда география мен картографияның біртұтас жүйеге бірігуіне мүмкіндік береді. Сондай-ақ кез келген өте үлкен ауқымдағы кеңістік ақпараттарды ең жаңа технология көмегімен жедел әрі шынайы өңдеуге барлық жағдай жасалады. Картографиялық жүйедегі түрлі өзгерістерді көрсетуге арналған әдістің түрі картографиялық анимация әдісі деп аталады. Картометриялық әдістемеміз ол карта бетіндегі ұзындық, аудан және көлем өлшемдерді есептеуге арналған құрал. Курвиметр дегеніміз латын тілінен аударғанда иілу деген мағынаны білдіреді. Яғни карта план және сызба бетінде иілген сызықтар бойынан қашықтықты анықтайтын құрал.
әдісі дегеніміз не? Палетка әдісі дегеніміз картадағы ауданның мүшелері ең қарапайым кең таралған әдістері. Кубометр дегеніміз не? Иілген сызықтар бойымен қашықтықты анықтайтын құралы кубометр деп аталады. Трансформатор дегеніміз трансформатор көмегімен нысанның картадағы нысанның азымығы анықталады. Бұл тапсырма деген біліміңізді шыңдар деп аталған тапсырма. Одан сіздерге Қазақстан жердегі электрондық карталарға шолу жасап, мұндай карталарды қандай ақпарат алуға болатынын сипаттаймыз бұл карталарға, иә? Соны пайдалану үшін алдыңызға телефоныңызды шығарып, сол телефон арқылы электрондық картаны алып, жұмыс жасай қояйық, иә? Сосын айтасыздар, қандай жұмыс жасауға болады. Электронды карта арқылы өзіміздің қалаған жерімізге қандай уақытта, қандай маршрутпен, қандай көлік жүйесі арқылы баруға болатынымыз туралы толық ақпарат ала аламыз. Желіде қандай адамның қандай жерде отырғанын GPS арқылы тез әрі оңай тауып алуымызға болады. Бұндай жағдай қылмыстық кездерде және де шұғыл төтенше жағдайларда үлкен көмегін тигізеді. Біз электрондық карта арқылы белгілі бір нысанның қай жерде тұрғанын анықтай аламыз, және де қай жерден қай жерге дейін көліктің бар екенін және аялдамалардың қай жерде орналасқанын біле аламыз, және де оған кететін уақытты және де қанша ақылы болатынын барлығын біле аламыз. Электрондық карталардың кәдімгі қағаз картадан айырмашылығы онда белгілі бір нысанды анық және дәлдік арқылы біле аламыз. Электрондық карта бізге үлкен қалаларға таңсық, яғни білмейтін қалаларға барғанда өте қажет болады. Бұл мақсатында мен екі сұрақ беремін. Жалпы бірінші топ сіздерге электронды карталар мен жұмыс жасауға. Картамен жұмыс жасаудағы негізгі әдістердің бірі картометриялық әдіс. Ол картометриялық әдісте отырғанымыз картаның бетіндегі ұзындық, аудан және көлем мөлшерлерін есептеуге арналған әдістердің бірі. Фотография және интернет деген сұрақ қойылады. Жауап береді екен, Картография және интернет. Картографияның интернетпен арақашықтығы олардың бір-бірімен қатар дамуында, яғни географиялық ақпараттық жүйелер мен интернет, телекоммуникация, телевизия сияқты құралдардың бірігіп жаңа технологиялардың шығуына мүмкіндік беруінде. Қазіргі кезде 21 ғасырда картография және де интернет жоғары деңгейде даму үстінде. Құрамызды қорытындылап болдық. Енді біздер мына жерде жаңағы бір-бірімізге рефлексия жасай кері байланыс жасай қояйық. Кері байланыста біздер әр оқушы өз ойымызды айтамыз. Бүгінгі сабақ бойынша не білдім дегенге кім жауап береді екен? Не білдіңіздер? Бүгінгі сабақта мен электронды карталар және оның қалай қолдану керектігін білдім. Оның маған тигізер пайдасы жат қалаға барғанда электрондық картадан сол қаланы аумағын қарай аламын. Өзіңізге жаңағы тиімді, солай қоямын, рахмет шақыртырамыз. Келесі осы не бойынша не үйрендік, кім айта қояды, не үйрендіңіздер бұл сабақта мысалға электрондық картадан? Нені үйрендіңіздер, немесе жаңа сабақта нені үйрендіңіздер? Біз осы электронды карта, жалпы осы картографиялық заманауи әдісі арқылы, телефон арқылы барлық жерімізге бару туралы үйрендік.
көптеген ақпараттармен бөлістік және телефон арқылы көптеген нәрселерге қолжетімді екендігін білдік. Рахмет, браво. Келесі енді не қиын болды оқушылар осы жерде мысалы жаңа сұрақтың кезінде қиналған нәрселеріңіз бар ма? Кім айтады? Не қиын болды? Маскаңды түсір ол. Электронды картадан өзіміздің тұрғылықты тұрып жатқан жерімізді табу қиын. Сізге сол табу қиын болды да? Рахмет, отырамын.